Мен Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылының тұрғынымын, Қожақов Әділмін. Осы Астанаға келген себебіміз, біз Ринат Зайытовпен өзімен көзбе-көз кездесіп, сөйлесейік дегенбіз. Ол біздің ауылға келіп, бізге сондай уәделерін беріп кетті. Сол уәделерін ешқандай орындамады. Маралды тауының үстінде 7 бұлақ бар. Оның үстіне цианид туын қосып, алтын өндіретін завод салып қойды. Енді ол өте қауіпті. Ауылымызда 450 адам тұрады, 2 өзен. Енді осы ертіс өзенін толтыратын 2 өзен. Жер асты сулары өте көп. Егер жер асты суына цианид туы түссе, катастрофа бола ма деп қорқамыз. Ринат депутат болсын, или концертін қойып, сол жүре берсін. Біріншіден біз керісінше өзіміз барып, бірінші күні облыс әкімімен жолықтық. Осы мәселе бойынша өскеменде сөйлестік. Сонан кейін қасымызға жауапты адам, сол жиналыста болған адам сұрады. Ол кезде әкімнің орынбасарын қосып берді бізге. Біз барғаннан кейін аудан әкімін ертіп алдық. Қазіргі өскеменнің әкімі Алмат қойдың мырзаны. Сонан кейін ауылға бардық. Ауылға барып жиналыс өткіздік. Сол жердегі барлық уәждерін тыңдадық. Мен ол кісілерге нақтылы айтқам, қандай әрекет, қандай қадам жасау керек. Көп өкілдермен әлі күнге дейін хабарласып тұрамын, әлі күнге дейін видеоларын жіберіп тұрады. Біз ол мәселеде біріншісінде айттым, қоғамдық тыңдау болады деді. Ол тыңдау өткізілген жоқ деді. Бір онлайн тыңдауына қатысу керек болатынбыз біз. Бару мүмкіндігін қарастырдық. Дәп қоғамдық тыңдаудың уақыттары көбіне сәрсенбіге, немесе осындай кездер келеді. Сондықтан бара алмадық. Ал бәрі сөз жүзінде қалды дегенмен келіспеймін. Себебі бұл бізде бір нәрсе, инвесторларды қорғау, анау-мынау деген түрлі заң бар. Және оған қарамағай жұмыс өте қиын. Бірақ жұмыс жүріп жатыр. Ол жалғыз Маралды ғана емес, егер қазір бұл бос қалатын болса, шынымен жаңағы халық айтқандай сөз жүзінде қалатын болса, дәл осы қауіп Қазақстанның Бәленбай ауылына келуі мүмкін. Сондықтан біз осы жерде осы Маралдың аясында шешіп алуымыз керек бұны. Бірақ оны қазір бара салып, мысалы, Роман Васильевичке кіресің, айтып, міне былай десең, жоқ, олай емес. Ол міне біздің мынандай видео дәлеліміз бар дейді. Әкімшіліктен одан кейін Маралдың халқына жіберсең, олар біздің халық емес дейді. Сол екі ортада жүргенің былай. Бұл мәселені шешу үшін менің өзім ойымша шешілуге жақындататын нәрсе. Бұл нақты ауылдың ішінен өкіл сайлау керек. Біз жиналысқа барғанда да көп келіспеушіліктер болды өздерінің ішінде. Жалпы мәселе бойынша бәрі бір ауыздан шығады, бірақ шешілуіне келгенде әртүрлі тарапта әртүрлі пікір айтады. Ринат лично мен өзім телефонымды алып, өзімен хабарласып отырамын деген, ешқандай маған звонок жасаған жоқ. Халық сол алтын өндірушілермен келісім беріп қойды деп халықты қаралады.